2021 жылғы 28 сәуірдегі нөмірі 189 бұйрығына сәйкес 2020-2021 оқу жылында 11-12 сыныптардың білім алушыларын қорытынды бітіру емтихандарын тапсыруға дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулық. Алгебра және анализ бастамалары бойынша жазбаша емтихан жұмысы математикалық фактілерді меңгеру, мәнін және тәсілдерін түсіну, қолданбалы және логикалық есептерді шеше білу деңгейін анықтауға бағытталған. Алгебра және анализ бастамалары бойынша есептерді шығаруға 5 астрономиялық сағат беріледі. Жаратылыстану математикалық бағыт бойынша 2 бөлімнен тұрады. Тапсырмалардың жалпы саны үшін 16. А бөлімі 10 тапсырмадан тұрады. Әрбір тапсырма 1 балмен бағаланады. Б бөлімі 6 тапсырмадан тұрады. А бөліміндегі жалпы балдар саны 10, Б бөліміндегі жалпы балдар саны 20. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша алгебра және анализ бастамалы жазбаша емтихан жұмысы 2 бөлімнен тұрады. Тапсырмалардың жалпы саны 15. А бөлімі 10 тапсырмадан тұрады. Әрбір тапсырма 1 балмен бағаланады. Б бөлімі 5 тапсырмадан тұрады. А бөліміндегі жалпы балдар саны 10, Б бөліміндегі жалпы балдар саны 20. Жаратылыстану математикалық бағыттағы және физика-математикалық бағыттағы мамандандырылған мектептер бойынша алгебра және анализ бастамалары жазбаша емтихан жұмысы 2 бөлімнен тұрады. Тапсырмалардың жалпы саны 16. А бөлімі 10 тапсырмадан тұрады. Әрбір тапсырма 1 балмен бағаланады. Б бөлімі 6 тапсырмадан тұрады. А бөліміндегі жалпы балдар саны 10, Б бөліміндегі жалпы балдар саны 20. Емтихан жұмысының қорытынды балы 30 бал. Балдарды қою критерийлері емтихан материалдарымен бірге беріледі.